Ibn Khaldunның мұқаддимасы, аудио кітап. 23-ші видео. Орта ғасырдағы жағрафия ғылымы. Жер шарының екінші климаттық белдеуі. Екінші климат бірінші климаттың солтүстік шекарасымен шектеседі. Оның батыс шекарасында қарама-қарсы бағытта орналасқан Бахрул мұхиты аталып өтілген аралдар бар. Екінші климаттың бірінші және екінші бөлігінің ең оңтүстік бөлігінде Камнурия жері жайғасқан. Одан шығыста Гана жері ең оңтүстік бөлігі орналасқан. Кейін болса Загава хабаштарының шөлдері жатыр. Оның солтүстігі бөлігінде Нистар шөлдері бар. Ол батыстан шығысқа қарай үздіксіз жайғасқан. Ол жерде Мағриптан Судан мемлекеттеріне кесіп өтілетін сауда жолдары бар. Бұл жерде Синхожа лауазымдары шөлшектері болып, олар Казула, Ламтуна, Масарота, Лимта және Низиката сияқты түрлі топтарға бөлінген. Шөл аймақтардың солтүстікте туры келген Физзан жері орналасқан. Үшінші бөліктердің оңтүстік бөлігінде оңтүстікке қарай созылған Азкар шөлдері жайғасқан. Бұл жерде барбар тайпалары өмір сүреді. Бұл бөліктерде Кавар мемлекетіне тиесілі болған аймақтар болып, бұл мекендер Хабаштар мемлекеті саналады. Кейін Тажувин мемлекетінің жерлерінің бір бөлігі келеді. Үшінші бөліктің солтүстік тараптары да Уаддан мемлекеті қалдықтары, одан кейін шығыста Синтария жері орналасқан. Бұл аймақтар ішкі оазистердер деп аталады. Төртінші бөліктің оңтүстік бөлігінде Тажувин жерлерінің қалған бөлігі бар. Төртінші бөліктің орта бөлігі болса Ніл дариясы болып, жоғарғы Мысыр жерлерін кесіп өтеді. Ніл бірінші климаттан бастау алып, жер орта теңізіне дейін ағып өтеді. Бұл бөлікте ол екі тастақты тау, батысында Уақлар тауы мен шығысында Мұхаттам таулары ортасынан өтеді. Бұл бөліктің оңтүстігінде болса Эсна және Арманд орналасқан. Нілдің жағалаулары Асют және Құскаға, кейін Саулға дейін созылады. Ол жерде Ніл екі тармаққа бөлінеді. Оның тармағы төртінші бөліктегі Лахунға, сол тармағы болса Даласқа дейін барып жетеді. Бұл екі тармақ ортасында төменгі Мысырдың оңтүстік бөлігі жайғасқан. Мұхаттам тауларының шығысында Айзап шөлдері орналасқан, олар бесінші бөлікте Суэц теңізіне дейін созылған. Бұл теңіз Қызыл теңіз саналады, және ол Үнді мұхитының оңтүстіктен солтүстікке қарай бөлініп жатыр. Қызыл теңіздің шығыс жағалауларында Именнің Тихама жерлері жайғасқан. Олар Именнің тауынан Ясрибке дейін созылған. Хижаздың орта тұсында Мекке Алла оны қасиетті етсін, және оның теңіз жағалауында Жидда шаһары бар. Ол Қызыл теңіздің батыс жағалауында Айзапқа қарама-қарсы орналасқан. Екінші клияттың алтыншы бөлігінде, яғни батысында Нажд пен Тубалаға дейін жетеді, солтүстікке қарай Указға дейін созылып жатыр. Сондай-ақ ол жерде Надждың солтүстігінде Хижаз жерлері жайғасқан. Надждың шығыс бөлігіне сай келетін аймақта болса, Нажран және Хайбар жерлері орналасқан. Оның солтүстігінде Ямама аймағы жайғасқан. Нажараның шығыс бөлігінде Сабай және Майриб жері, кейін Шехір жеріне жалғасып, олар Парсы шығанағына дейін созылып жатыр. Бұл Үнді мұхитынан солтүстікке қарап созылып жатыр. Бұл Үнді мұхитыдан солтүстікке қарап бөлініп шығып, екінші теңіз саналады. Алтыншы бөліктің солтүстік шығыс бөлігі үшбұрыш секілді болып, оның оңтүстік бөлігінде Қалхат шаһары, яғни шаһардың жағалаулары бар. Оның солтүстігінде жағада Оман мемлекеті орналасқан. Кейін Бахрайн мемлекеті мен Хажар жерлері келеді. Жетінші бөліктің оңтүстік батыс бөлігі Парсы шығанағының бір бөлігі бар. Ол жетінші бөліктің оңтүстік бөлігіне дейін созылған. Ол жерде Үнді мұхитының оңтүстік жағалаулары болып батыс Үндістан жайғасқан, ол Мукран мемлекетіне дейін созылып жатыр. Бұл жер батыс Үндістанның бір бөлігі саналады. Ал оның қарсы тарапында Тауаран мемлекеті орналасқан. Шығыс Үндістан батыс Үндістаннан шөлдер арқылы бөлінеді. Ол арқылы бір дария, Үнді дариясы.
ағып өтеді және оңтүстікке қарап Үнді мұхиты жағалаулардан басталады. Оның шығысында Балахр мемлекеті орналасқан. Оның солтүстігіне келсек Мултан бар, бұл олар сенетін үлкен бұттың отаны саналады. Шығыс Үндістанның солтүстігінде болса Симджистан мемлекеті бар. 8-ші бөліктің батыс бөлігінде Шығыс Үндістанның Балхар жері қалдықтары бар. Оның шығысында болса Қандахар жері жайғасқан. Кейін оңтүстік бөлігінде Үнді мұхиты жалғасады. Сондай-ақ Мунибар мемлекеті орналасқан. Оның солтүстігінде Қабул жері бар. Бахрул мұхитқа жақын шығысқа келсе Кунуз шекаралары бар болып, ол Кашмирдің екінші және сыртқы жерлерінің ортасында жайғасқан. 9-шы бөліктің батыс бөлігінде Шарқи Үндістан ең ұзақ бөлігі бар, және ол шығыс бөлігіне дейін созылып жетеді. Оның оңтүстік Үнді мұхитына дейін созылып 10-шы бөлікке өтеді. Солтүстік бөлігі болса Қытайдың бір бөлігі бар, оның Шайхун шаһары жатыр. Қытай екінші климаттың толық 10-шы бөлігі болып саналып, Бахрул мұхит тарапына созылған. Алла және пайғамбар анық білуші. Алладан тауфиқ тура жол сұраймыз. Ол рахымды әрі мейірімді.